Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәруменге бай, ағзамызға өте пайдалы, сонымен қатар гемоглобинді көтеретін жеңіл салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге қажетті заттар: алма, грек жаңғағы, қызылша және де майонез. Ең бірінші жаңғағымызды пышақтың көмегімен майдалап турап аламыз. Егер де үйіңізде блендер болса, сол блендердің көмегімен үгітіп алсаңыздар болады. Жаңғағымызды ыдысымызға саламыз. Келесі алмамызды алып, дәл видеодағыдай жұқа 4 бұрыш етіп кесіп шығамыз. Бұл мен бір порцияға арнап жасап жатырмын, сондықтан 2 алма, бір үлкен қызылша, 100-150 грамм грек жаңғағы жеткілікті. Енді қызылшамызды суытып алғаннан кейін тураңыздар. Мен бірден турап бастадым. 4 бұрыш етіп, бұны да турап аламыз. Одан соң осы барлық затымызды араластырғанға, үйде менде қолда майонез болғандықтан майонезбен араластырдым, бірақ сіздер майонездің орнына қаймақ, йогурт қосып араластырсаңыздар болады. Достар, майонез қосқандықтан бір ас қасықтан сәл көбірек етіп қостым. Жаңағы айтып кеткенде, егерде сметана немесе йогурт қоссаңыздар, 2 ас қасықтан көбірек етіп қоссаңыздар болады. Жалпы достар, салат барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. 5-ақ минутта жасап дайын болатын салат, міндетті түрде жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнары сөзсіз. Ең бастысы ол денсаулығымызға пайдалы, қанымызды көбейтетін, гемоглобинге бай, яғни дәрумендерге бай салат болып табылады. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де арнамдағы келесі видеоны жіберіп алмас үшін YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңыраулша белгісін белгілеп қоюды ұмытпаңыздар. Достар, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға ас болсын.